болмай тұрып, аты аталған 5 ерекше адам. Бұл кісілер жайлы Алла тағала қасиетті Құранда, олар дүниеге келмей тұрып-ақ аттармен атап қойған. Бірінші, Иса пайғамбар. Сол уақытта періштелер: «Әй Мәрьям, расында Алла сені өз тарапынан бір сөзбен, яғни бір ұлмен қуантады. Оның есімі Мәсих, Иса Мәрьям ұлы. Дүние ақыретте беделді, сондай-ақ Аллаға жақындардан болады» деді. Әли Имран сүресі 45 аят. Екінші, Мұхаммед пайғамбарымыз Ахмад есіммен аталған. Сол уақытта Мәрьям ұлы Иса алейхиссалам: «Әй Израиль ұрпақтары, шын мәнінде мен сендерге Алланың елшісімін, алдымдағы Тәуратты растаушы, және менен кейін келетін Ахмад атты пайғамбарменен сүйіншілеймін» деген еді. Саф сүресі 6 аят. Үшінші, Зәкәрия пайғамбардың ұлы Яхия. Алла тағала: «Әй Зәкәрия, расында сені бір ұл арқылы қуантамыз. Оның аты Яхия. Бұрын оған ешкімді аттас қылмаған едік» деген. Мәрьям сүресі 7 аят. 4-5. Ибрахим пайғамбардың ұлдары Исхақ пен Яқуб. Сонда біз Ибрахимді Исхақ және артынан Яқубпен қуандырдық. Худ сүресі 71 аят. Әрбір қызықты контентімізден хабардар боп отыру үшін парақшамызға жазылып қоюды ұмытып кетпеңіз.